Құрметті әріптестер, мен сіздерге бүгін интерактивті сервисі арқылы түрлі тапсырмаларды беруге, кері байланыс жасауға және ашық сұрақтар қоюға болатын сервиспен таныстырғалы отырмын. Бұл сервистің аты WordWall деп аталады. Енді сіздердің алдарыңызда одағайға байланысты тапсырма берілген, соны қалай орындау керек екенін көрсетейін. Старт деген батырманы басады. Одан кейін көңіл күй одағайы алақай дұрысы. Егер дұрыс болса, құс белгісі шығады. Келесі, мысалы, мына тапсырманы мен қате орындайтын болсам, X белгісі шығады. Және дұрысы қайсы екенін оқушыға көрсетеді. Осы тапсырманы бірнеше бағытта өзгертіп көрсетуге болады. Викторина жасауға болады ойын тәсілінде. Осылай орындайды, мына қараңызды. Одан кейін тапсырмаға әр орындаған тапсырма бойынша ұпай беріледі бұл жерде. Мына оқушы 100 ұпай алды. Әрбір тапсырманы осылай орындайды және бұл тапсырманы орындап болғаннан кейін қайталап орындауға да мүмкіндігі бар. Келесі, открыть коробка деген жері бар, екінші бағанда жанында көріп тұрсыздар. Соны бассақ, яғни әр бөлім бойынша открытиемен жасалынған. Біріншісін ашсақ, мынадай сұрақ беріледі. Осы сұраққа оқушы өзінің жауабын береді. Мысалы, жасасақ, қате орындаса, X белгісімен, дұрыс болса, бұл тапсырмада қате орындаған болса, тапсырма кілттеніп қалады. Барлық тапсырма орындап келгенде қайтадан барып кілтті ашу үшін осы тапсырманы қайта орындауға мүмкіндік береді. Енді лабиринт түріндегісі бар. Яғни бұл тапсырманың біз 5 түрлі бағыттағысын орындай алады екенбіз. Мен қазір 4-ші бағыттағысын көрсетіп отырмын сіздерге. Балалар ойнау арқылы мына жолақты жүргізіп тапсырманы орындайды. Мына алдындағы тұрған кедергілерден қорықпай өту керек. Енді случайный колесо дегенді көрсетейін. Бұл жерде барабанды басу арқылы тапсырманы орындайды. Ол үшін мына жердегі батырма басады. Көңіл күй одағайларына қандай жататындығын оқушыларға осылай көрсетсеңіздер, оқушы өзінің жауабын айта алады. Бұл құрылған тапсырмаларды бөлісіп, немесе өзгертуге, бірнеше бағандарға шығаруға болады. Және орындаған тапсырманың қандай дәрежеде оқушылар орындағанын нәтижесін көруге болады. Ол үшін мой результат деген жерге басасыздар. Сол жерде орындаған оқушының кері байланыс бойынша мына тапсырмада 132 оқушы орындады. Соның нәтижесін көресіздер. Қай сұрақтарға қалай бергенін диаграммамен көрсетуге болады және бірінші орында кімдер екенін көрініп тұр. Неше минутта уақыт жұмсағандығын және сұрақтарының қайсысы дұрыс немесе бұрыс екендігін көрсетеді. Осылай әрбір талдамасын берілген, яғни оқушының қалай орындап отырғанын нәтижесін көре аласыздар. Енді осы WordWall сайтына кіру үшін біз алдымен Google-ге жазып WordWall деп жазуымыз керек. WordWall деп жазғаннан кейін мынадай бірінші сілтеме тұрады, соны басасыздар. Содан кейін барып орыс тіліне аударып алыңыздар. Тіркелу дегенді батырмасын басамыз. Егер Google аккаунт болса, Google аккаунтпен, немесе электронды почта болса, электронды почталарыңызды жазып, парольдеріңізді қайталап енгізіп, содан кейін барып ережемен толық танысамын деген батырманы басу арқылы біз
сайтқа тіркелеміз. Келісем деген батырманы басамын және тіркелемін. Енді сіздерге осылай қылып парақша ашылады. Тапсырмаларды жаңадан құрамыз. Ол үшін мына жерде бірнеше тапсырмалардың шаблондары берілген. Опрос жасауға, сосын ұқсастықтарын табуға, топқа бөлінген карталар, әртүрлі сұрақтар, анаграммалардың бірнеше түрлері бар. Осыларды басу арқылы тапсырманы құруға болады. Мысалы, мен шындық және жалған деген тапсырманы берген кезде осыны басамын. Содан кейін барып тапсырманы құрамын. Жазушыны тап деймін. Жазушыны тап. Ыбырайдың суретін саламыз. Ыбырай жазушы деп оқушы белгілейтін болса, одан кейін келесі Дина деп белгілесем, ол Дина жазушы емес бұл, сондықтан оқушы сол сурет арқылы да табуға. Немесе мына суретті кетіріп тастап, удалить етіп, жай ғана сұрақ жазуға да болады. Ыбырай алтын сарин деп. Немесе мына суретті кетіріп тастаймыз. Оның орнына келесіне Қазбек дей салдым. Келесі, одан кейін астыңғы жағына төменгіні бассаңыздар, арғайы жалғастырып тапсырманы орындай беруге де болады. Келесі тапсырманы қылуымыз керек, яғни тағы қандай не жазуымызға болады. Жазушыны тап дегеннен кейін сурет арқылы бере салайық. Ыбырайдың суретімен. Келесіне Қазбек деп Төлебидің өзіңізге ұнаған бір суретін алып таңдайсыздар. Содан кейін бар выполненияны басасыздар. Біздің алғашқы тапсырмамыз құрылды. Жазушыны тап дедік. Мына жерде ағылшын тілінде тұрып қалған. Осыны қайтадан өзгерту үшін мынаға барамыз, редактировать дегенде. Содан кейін барып, мына жерде правда ложь деген тұсында мынаны бассаңыздар, ағылшын тілінде тұрып бізге шын, содан кейін жалған деп қояйық. Жалған. Жалған. Келесі. Жалған. Шын. Шын. Осылай тапсырманы арғайы орындай беруге болады. Одан кейін осы тапсырманы анаграмма түрінде беруге болады. Өзгертіп, яғни анаграммада дегенде сөздердің орындары ауысқан, сол сөздерді былай орындарына қою арқылы дұрысын табады. Көрдіңіз ба, осылай қылып жасайды. Енді осы құрылған тапсырманы оқушыларға жіберу үшін делиться дегенді батырмасын басасыздар. Содан кейін барып, ол жерде екі түрлі бағыты бар, яғни мұғалімге жіберуге болады, немесе оқушыларға жіберуге болады. Біз мақсатымыз оқушыларға жіберетін болғандықтан бұл тапсырманы оқушы өз атын енгізсін дейтін болсаңыздар, мына белгіні басасыздар. Жоқ, атын жазбай-ақ анонимді түрде кірсін дейтін болсаңыздар, аноним дегенді таңдайсыздар. Содан кейін белгілі бір уақытқа қоятын болсаңыздар, онда мына жағындағы сағат белгісін басасыздар. Содан кейін барып арнайы қай уақытта белгілейсіздер, сол уақытты тапсырманы қоюыңыз болады. Сосын
Бізде қазір таңда бір ғана күнді белгілеп тұр, сондықтан бір күнді белгілейсіздер. Егер олай бір күнді белгілемейін дейтін болсаңыздар, онда никто дегенді қоюларыңыз керек. Содан кейін барып начинать дегенді басасыздар. Сосын осы сілтемені көшіріп алуға. Тағы бір мүмкіндігі, сіздер интерактив тақтамен осы тапсырманы көрсететін болсаңыздар, онда QR-кодты көрсетіп қойсаңыздар, оқушылар өздері телефоннан сканер жасап алып, осы тапсырманы орындау мүмкіндігі бар. Одан кейін тағы бір мүмкіндігі, дайын осындай сіздер сияқты мұғалімдердің құрып қойған тапсырмаларын өңдеп, өзгертуге де болады. Ол үшін сообщество дегенге барасыздар, яғни қауымдастық дегенге барып, осы жерде сізге қандай тақырыпта керек, яғни пәніңіз бойынша кез келген біреуін жаза салсаңыздар, сол бойынша құрылған тапсырманы көре аласыздар. Мысалы, сырым датылы дейтін болсақ тарихтан. Мына жерде бірнеше мұғалімдердің дайындап қойған сырым датылы бойынша берілген тапсырмалардың түрі бар. Өзіңізге ұнаған біреуін алып, оны өңдеп, яғни мысалы біреуін таңдаймыз, редактировать етіліп, өңдеуге болады, немесе бірден осының делиться дегенді батырмасын басу арқылы оқушыларға тағы да осылай қылып жіберуге болады. Сілтемесін көшіріп алып, WhatsApp топтарға немесе тақтадан сканер арқылы көрсетіп, тапсырманы орындатуға болады. Сіздерге сәттілік тілеймін, сабақтарыңыз сәтті өтсін.